Бұл не ерулік беріп жатқаныңыз? Қалың қалай көрші келіп төрлет. Өздерің қалайсыңдар? Жақсымыз, үйіміздің жағынан жақында көрші қоныстанып келіпті. Соның анау керек жарағы болар деп үйге ерулік жасап отқан жайымыз бар. Хабаршыны жіберген едім, әнем не дегенше келіп қалады. Өздерің қалайсыздар? Жақсымыз, шүкір. Міне, көршілердің өзі де келді. Ассалаумалейкум. Қош келдіңіздер. Бұл жігіттің амандасуы ерекше екен. Қош келдіңіз. Төрлетіңіздер. Төрлетіңіздер, отырыңыздар. Қош келдіңіз көрші. Бізде қазақта балалар көрісіп амандасатын еді. Бұл жігіттің амандасқаны ерекше екен. Біз көрші Өзбекстан елінен келдік. Қазақстанда көп ұлттар мен ұлыстар тату-тәтті өмір сүріп жатқасын, осында көшіп келген жайымыз бар. Бұл менің балам Холикжан, жасы 6-да. Өзбек халқында иіліп амандасу ізеттілік пен құрметтің белгісі. Біз жастайынан балдарды соған тәрбиелейміз. Ой, керемет дәстүр екен. Ал біз сізді шақырып жатқан себебіміз, бізде қазақтың ұлттық дәстүрімен ерулік жасап жатқан жайымыз бар. Ерулік дегеніміз бұл ата-бабамыздан келе жатқан қазақтың ұлттық салт дәстүрінің бірі. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дегенде, жаңадан келген көрші өзіне керек жарағын емін еркін сұрасын деген ниетпен ерулік жасаймыз. Рахмат. Ал көрші, мен де құрауыл келген жоқпын. Бұл өзбек халқының ұлттық тағамы сүмәләк. Сүмәләкті бізде махаллада қыз-келіншектер жаңа піскен бидайдан дайындайды. Және оны көршілеріне ұсынады. Сіздерге де ауыз тисін деп алып келдім. Халитжан, қалайсың ботам? Жақсы. Саған біздің ауылымыз ұнап жатыр ма? Я. Біздің үйде де сен сияқты балаларымыз бар. Олар атасымен бірге жайлауға кетті. Қазір кешке келеді, дос болып ойнайсың, жарай ма? Я. Біздің құртымыздан жеп көрші. Бұл біздің 4 түліктің сүтінен жасалатын қазақтың ұлттық өнімі. Саған дәмі ұнаса, саған да жасап берем, жақсы ма? Біздің асымыз да дайын болып қалған екен.